Ә, Келгендеріңізге көп рахмет. Мен бүгін баяндамын қазақша айтам деп шештім, өйткені өйстіп қазақ тіліндегі, IT саласында қазақ тілін дамыту деген үлес. Рахмет. Енді көп созбай бастап кетейін, өйткені менде бүгін 80 слайд, оның бәрін қазір жарты сағаттың ішінде опырып тастау керек. Сонымен бастамай тұрып, менің атым Дәулет, айтқандай. Мен Колеса KZ-те senior backend developer болып жұмыс істеймін. Енді бэкэндте жалпы 10 жыл, оның 5 жылын мен осы Колеса KZ командасында жұмыс істеймін. Енді бұл тақырып бүгін кімге пайдалы болады? Негізі бәріне пайдалы болады. Әзірлеушілерге, продукттарға, сосын аналитиктерге. Неге? Өйткені ABU платформа дегеніміз ол тек қана бэкэнд немесе тек аналитика емес, ол жалпы IT командасының арасындағы көпір. Енді осы 25-30 минуттың ішінде біз AB тест деген не екенін білеміз, оны қалай жасайтын құралдар бар екенін білеміз. Одан кейін MVP біз өзіміз құралды қалай жасадық, және оның архитектурасы мен соңында нәтижесін шығарамыз. Сонымен кеттік. AB тест. Колеса KZ қосымшасының өмірінде бір рет болсын ашқан адам бар ма залда? Жарайды. Мынау қазіргі түрі, осы Колеса KZ-тің басты бетінің. Енді осы жерде біз неше фича көріп тұрмыз. Фича көп, біріншісі ол Колеса Stories'ымыз, одан кейін көлік тарихы сервисі, одан кейін хабарламаның бөлек бейдждері бар, және де көлік бағасының төмендеуін қараса болады. Бұлардың бәрін мен неге айтып жатырмын негізі? Осы фичаның әрқайсысы бізде AB платформаның нәтижесінде продакшнға енгізілген. Фичалардың түрі көп, бірақ біз енді Колесада отырып, бізге осы фича керек ау деп бір фичаны ұра салмаймыз. Сондықтан біз кішкене ойланамыз, кішкене UX зерттеулер жүргіземіз, одан кейін жаңа аналитикалық деректерді бақылаймыз. Сөйтіп бізге бір ой келеді, негізі неден басталады бұның бәрі деген. Бәрі негізі мәселеден басталады. Сонымен мәселеден басталған кезде енді мысал келтірейік. Жаңа көлік сервис, көлік тарих сервис. Осы көлік тарихы сервисін біле ме адамдар залда? Бір рет болсын қолданған ба Колесада? Адам жеткілікті. Енді кішкене қысқаша айтып кетсек. Колесаға кіреміз, хабарландыру бергіміз келеді, машинамыз сатқымыз келеді. Жеңіл авто деген басамыз, одан кейін бізге осындай бет шығады. Бұл жерде көлігіңіздің техпаспортыңызды қосасыз. Қосып болған екен не болады? Ары қарай сіздің хабарландыруыңыз Колеса KZ қосымшасында пайда болады. Оның астында мынандай форма пайда болады. Ол форманы кез келген адам Колесаға кіріп, осы 990 теңгеге небәрі отчетты сатып алса болады. Керемет. Енді осы сервисімді істеп тұр, керемет істеп жатыр. Одан кейін мәселеміз қандай сонда бұл жерде? Бұл жерде бір өсетін жеріміз бар деп ойладық. Сонымен біз ойлаймыз да, осы Колеса гид деген батырманы осы басты беттегі Колеса тарихы деп ауыстырсақ деген гипотеза ойда туады. Одан кейін біз осындай басқан кезде ол мынандай парақша шығады. Ол жерде техпаспорт сканерлейміз. Одан кейін отчет сатып аламыз. Оп-оңай. Неге бұндай ой келді негіз бізге? Бізге жаңағы СЗП дегеніміз бар. Ол жерге қолданушылар күнде жазады. Неге мен отчет сатып алу үшін өз міндетті түрде хабарландыру беру керекпін деген. Сонда көбісі, мысалы, өз көлігінің көлік тарихын білгісі келеді екен. Ол үшін көбісі алады да өз машинасының хабарлануын сатам деп береді. Сосын кіреді да отчет сатып алады, одан кейін хабарландыруды өшіріп тастайды екен. Сонымен осы жерден идея келді, енді осыны біз алып, давай деп продакшнға саламаймыз. Өткен бұл гипотеза. Енді бұл гипотезаның анықтау үшін бізде жаңағы айтып кеткен AB тестіміз керек болады. Негізі AB тест деген ол жалпы не? Қысқаша айтсақ, жаңағы бізде екі түрі бар. Мына жерде өзгеріс жоқ, Колеса KZ қалды. Оң жағында көлік тарихы пайда болды. Енді осыны аламыз да бізге келген адамдар бар емес па? Бүкіл трафигіміз осы Колесаға күнде кіретін. Соны аламыз да екі топқа бөлеміз. Бірінші топты А дейміз, оның өзгеріс жоқ. Түк өзгеріс көрмейді. Екінші топ Б дейміз, ол жаңа фичаны көретін болады. Сонымен AB тест тек қана А және Б емес, оның түрлері көп. Негізі AB, ABC,
ABCDE деп ары қарай Z-ға шейін кете береді негізі, бірақ жиі қолданатын екі түрі бар, ол AB мен ABC. AB-ны біліп алдық, енді ABC дегеніміз не? Ол оп-оңай. AB және үшінші бар нұсқа қойылады. Болды, аудиторияны сонда үшке бөлеміз. Енді бұның бәрін біз AB-тест деп айтпаймыз, негізі бұның бәрін біз эксперимент деп айтамыз. Эксперимент негізі қалай жасалады? Бізде Колеса KZ командасында 7 қадам бар. Негізі компанияға ауысып тұрады, бізде 7 қадам бар. Бірінші біз не істеу керекпіз? Біз жаңағы мәселені біліп алу керекпіз. Ал мәселені білдік, ары қарай не істейміз? Ары қарай гипотезаны біліп алу керекпіз. Қандай гипотеза бар? Мысал, жаңа көлік тарих сервисінде біз гипотеза шығарамыз. Осын бөлек сервис қылып шығарсақ, бізде мүмкін адамдар жиі осы отчет сатып алады деген. Жарайды, енді осыны біз аналитикалық ресерч жасаймыз, сосын қандай метрикаларды өлшейміз деген оның бәрін жасап болған екен, экшн план деген болады. Экшн план дегеніміз қысқаша айтсақ, ол осы эксперимент біткеннен кейін біздің жоспарымыз қандай? Ол жақсы ма, жаман ба, біз не істейміз? Продакшнға шығарамыз ба, шығармаймыз деген. Одан кейін әзірлеу, ол дегеніміз дизайн салады, бэкенд, фронтенд бәрі қосылып, осы фичаны жасаймыз. Одан кейін эксперименттің өзін өткіземіз, соңында нәтижесін шығарамыз. Сонымен экшн план деген кішкене тоқтасақ. Мысал, жаңа көлік тарихы. Егер клик, конверсия, жаңа трафик саны, метрикаларымыз өсіп жатса, біз толық релиз жасаймыз. Сонда жаңағы көлік тарихын бүкіл 100% аудиторияға жібере жүреміз. Түсіп жатса, енді релиз жасамаймыз, сол жерден кішкене ойланамыз, неден қате кетті деп, бір баг бар ма деген. Ал өзгеріс жоқ болса, біз толық релиз жасаймыз, немесе бұл өзгеріссіз деген пунктті, ол әл экспериментке әртүрлі болады. Жаңағы көлік тарих сервисінде біз толық релиз жасай береміз деп сондай шештік. Енді осы AB тестті айттық, енді бұны біз қалай жасаймыз? Колеса KZ-ті. Бірінші біз құрал не істеу керек екенін біліп алу керекпіз басында. Енді ол құрал әрине жаңа эксперимент қосу керек, сосын оларды басқару керек, одан кейін жаңағы бірнеше эксперименттерді бір уақытта қосу керек, күтіп отырмау үшін. Одан кейін жаңағы аудиторияны топтарға бөлу керекпіз, А, Б, жаңа метриканы санау үшін. Ары қарай. Бұл жерде кішкене дисклеймер қойып кетейік. Осы қазір айтайын деп жатқан құралдардың бәрі бұл жерде реклама емес, жарнама деп. Сосын бұл әрине бұл осы құралдарды қолданыңдар деген шақыру емес. Өткен бұл біздің тек тәжірибеміз, сіздерде басқа болуы мүмкін. Енді кеттік. Бізде веб-сайт бар, Колеса, Крыша, Автоилон. Әр веб-сайтымызда біз Google Optimize деген сервиспен қолдандық. Ол қалай жұмыс істейді? Бірінші, қолданушы сайтқа кіреді, одан кейін сайт ашылады, Google Optimize скрипті қосылады. Одан кейін сол Google Optimize скрипт жаңағы адамды анықтайды, ол А топқа немесе Б топқа кіретінін. Одан кейін қолданушы жаңағы фичаның керек нұсқасын көреді. Сосын клик, конверсия деген метрика Google аналитикке кетеді. Соңында Optimize бізге нәтижесін шығарады. Жақсы ма, жаман ба деген. Қосымшалар да ше. Ол жақта тура осындай. Сол Google-дың Firebase деген сервисін қолданамыз. Қолданушы қосымшаны ашады. Қосымша Firebase деген жерден, жаңағы сервистен remote config деген параметрін сұрап алады. Ол Firebase сосын А немесе Б екенін өзі жатқызады қай топқа. Одан кейін қолданушы фичаның керек нұсқасын көреді, ары қарай сол жаңағы клик конверсия және соңында нәтижесі. Енді байқасаңыздар, мен жаңа бұны қолданып жатыр емес, қолдандық деп өткен шақта айттым. Демек, бізде бір мәселе бар. Қандай мәселе? Мәселеміз көп негізі. Google Optimize 2023 жылы айтты да, біз жабыламыз дейді. Бұл сервис больше не поддерживает, солай. Одан кейін Firebase кейде адамды алады да, бір топқа емес, бір топқа, екі топқа, үш топқа салып қою әдеті бар. Ол өзінің бір бактары бар, енді онымен біз нәтижеміз қисық болып қиналамыз. Сосын кросс-платформалы тест жасау мүмкін емес. Біз жаңағы веб-сайттарға бөлек сервис қолданамыз, ал қосымшаларға бөлек сервис қолданамыз. И соңғысы ол унификация жоқ. Екеуінде екі сервистің бөлек баптаулары бар, біз оған әрқайсысын істеп отырғанға бізге уақыт кетеді. Енді не істейміз? Енді не істейміз деп отырдық осылай. Сонымен MVP-ге кеттік. Біз неге MVP деген нәрсені қолдандық? Өткені негізі осы нарықта көп басқа да сервистер болған.
бірақ ол сервистерді біз қолдануға біздің бизнесіміздің талаптарына олар сәйкес келмейді деген. Функционалы аз, сосын көбісі ақша сұрайды. Жылына бір неше миллион теңге. Сонымен отырықта біраз Google Meet-қа брейншторм жасап отырып, өзіміз жасасақ бізге тиімді және болашақта жақсы болады деген ой келді. Ол да гипотеза. Енді MVP-ні жасап көрдік. MVP деген бәріміз білеміз, не екен? Most valuable player емес, ол minimum viable product. Ол Википедияға қарасақ, қолданушының қанағаттандыратын өте аз, бірақ жеткілікті функциялары бар өнім. Жаттап алдым. Енді оны біз қалай жасаймыз? Енді осын бастамай тұрып, біз жаңа колеса кезет қолданушысы бар. Сонымен танысайық қысқаша. Мысалы, Арман колесаға күнде кіреді. Машинасы бар өзі, бірақ сатпайды. Әшейін отырады, Инстаграмда отырған сияқты. Енді ол Арман кірген кезде бізде авторизацияны өту керек. Авторизациядан өтсе, оның жеке user ID болады. Мысалы, мынандай, осын жаттап аламыз. Авторизациядан өтпей әшейін отырса, Anonymous ID деген болады. Болды, осы ақпарат бізге жеткілікті. Оның аты, email керек емес. Сонымен ол Арман жаңағы колеса тарихын көреді ме, немесе көрмейді, біз қалай білеміз? Қалай ойлайсыздар? Рандоммен былай жібере салмамыз. Казино? Жоқ. User ID-ді екіге бөлеміз. Оның қалдығын қараймыз, 0 немесе 1. Сонда 0 болса, ол А тобына кіреді, 1 болса, Б тобына кіреді. Енді біздің Арманның user ID-ін білеміз. Ол Б топты көреді, колеса тарихымен рахаттанып қолданса болады. Сонымен, енді осы 2А, Б деген топты біз былай 2 шелек деп бакет, 2 бакет деп ойлап көрейік. Негізі әлемде осы АБ платформа ғана болса, тек АБ тест деген, АБЦ деген жоқ. Және аудитория пропорциясы тек 50-50 болса, бізге осы 2 бакет жетеді. Ал бізде АБЦ тест бар. АБЦ тест ол 3-ке бөлу керек. Бұл 3-ке бөлінбейді, сонымен Арман не істейтін білмей қалады. Енді ол үшін не істейміз? Бір шелек қосамыз, шелек бакет. 3 бакет пайда болды. Енді 3 бакетті біз АБЦ-ға бөле береміз, бірақ бұны енді біз 2-ке бөле алмай қалдық. Ой, өтіп кеттім. 2-ке бөле алмай қалдық. Енді 6 деген бакетті көрейік. 6 бакет қоссақ, оны 2-ке де бөле береміз, 3-ке де бөле береміз, рахат. Бірақ кейбір кезде мынандай пропорция болуы мүмкін АБ тесттерде. 6-ның 25%-ы бүтін болып шықпайды. Не істейміз? Шелек санын көбейтеміз, шелек. 100 бакет деп айтайық. 100 бакет болсын. 100 бакетті біз 25%, 25 бүтін. 2-ке бөлсек 50-50. Керемет, бірақ 3-ке бөлінсе, 1%-ы ойыншық болып қалады былай. Сонда, ол 1%-ын қайда бізге нәтижеміз дұрыс емес болады. Енді 100 бакет болса, сонда оның 12,5% деген АБЦ тестке біз қатысамай қаламыз. Енді не істейміз? Бакет көбейтеміз. Қандай сан келесі? Керемет сан бар. 120 деген сан бар. 120, 12,5% ол 15 пакет болады. Ол 120-ны біз 3-ке де бөле береміз, 2-ке де бөле, 4-ке де. 120 негізі 16 санға бөлсе, соңында бүтін сан шығады. Керемет сан таптық деп ойлап отырық, бәріміз. Керемет сан. Енді мысал, біз колеса кезеттің бастап еді, жаңағы хабарландыру. Енді осы жерде астында жазу және қоңырау шалу деген 2 батырма бар. Осы 2 батырманы бір продукт менеджер келеді, отырады, осын ауыстырам дейді былай, дизайн. 2-кісін ауыстырам, керемет болады. Сол кезде біздің хабарласу метрикасы деген, хабарласу метрикасы өседі. Ол гипотеза бірақ. Жарайды, ол бірінші эксперимент. Сосын басқа продукт менеджер келеді, мен де істеймін дейді. Жаңағы суретті басқан кезде осындай галерея шығады бізде. Ол галереяның астында мынандай батырма қойып қояйын дейді. Жарайды. Кешіріңіз. Өшіп қалған ба? Бірақ бұл да жаңағы хабарласу метрикасына әсер етеді. Сонда бізде 2 эксперимент бар. Екеуінде бір метрикаға әсер етеді. Біз оларды 120 бакет дедік қой. Енді әр эксперимент 120 бакет алса, сонда былай жасай береміз. 2-ке бөліп, АБ деп. Сонда жаңағы Арман келеді, әр қайсысы экспериментке қатысып шығады.
мәселе неде? Бір мәселе бар бұл жерде. Егер Арман 2 экспериментке қатып шықса, соңында біздің метрикамыз өсіп жатса, қай эксперименттен екен білмей қаламыз. Қай эксперименттің әсері. Метрикамыз ойбай нашар болып жатса, ол кезде де білмейміз қай эксперименттің әсері екен. Ол үшін не істейміз? Біз бір қулыққа келдік. Осы пакетті алдық та 120 пакетті аламыз да 40-амыз ортасынан. 60 пакеттен болады сонда. Енді бірінші экспериментке жартысын береміз, қалғанына екінші эксперимент. Енді екі экспериментке бөлдік. Ол екеуінде біз сонда АБ деп жасай берсек болады. Бұл жерде мәселе шешілді. Арман келген кезде тек бір пакетке отырады, сонда ол бір экспериментке қатысады әрдайым. Ол мысалы осы жерге болуы мүмкін, ол бірінші эксперименттің б-ға түсуі мүмкін. Сонымен біздің мәселеміз шешілді деп ойлап жатырмыз. Бірақ тағы біреу келеді да, біз тағы эксперимент жасаймыз дейді осы лейерде. Ол да осы метрикаға әсерін береді екен. Жарайды, үшінші эксперимент қосамыз. Керемет. Керемет дегенде бұл жерде әр эксперимент енді 40 пакет бар. Ол 40-ты біз 2-ке бөле береміз, беймарал. Ол жерде бірінші эксперимент, мысалы, АБЦ болса ше, 40-ты 3-ке бөле алмай қаламыз. Демек, 120 пакет бізге симай жатыр, Енді ары қарай ставки поднимайте деген сияқты қандай сан деп ойлайсыздар? 1000-ға дейінгі сан. 9, 360, тағы да, одан да жоғары. Почти. 840. Неге 840? Әшейін ойлап тапқан жоқпыз. Біз оны әдемілеп тұрып, математикалық расчет жасап деп айтпаймын. Біз Google-дан тауып алдық оны негіз. Google-ға тапсақ, оны бөлсе, 32 санға бөлсе, соңында бүтін сан шығады екен. Сонда 840-ты біз беймарал 2-ке де бөлеміз, 3-ке де бөлеміз. Оның 12,5%, оның 7,5%-ды бүтін шығады. Сонымен таптық дедік. Енді бізде 840 пакет бар. Оны аламыз да лейер деп айтаймыз. Демесе қабат. Бұл лейердің ішінде біз неше түрлі былай АБ тесті бөле береміз. Біреу 180, сонда 180 пакет, ол осы бүкіл аудиторияның бір қанша 20-30%-ын ғана алады. Керемет. Енді бұндай лейерлер бізде көп болуы мүмкін. Лейер 1, лейер 2, лейер 3 деп. Әр лейерде біздің жаңағы Арман бір пакетінде ғана қатып шығады. Енді бұл лейер 1, 2 демей, қинамай оны бұлай көрсетсек. Сонда бізде хабарландыру беру деген бөлек фичамызда бөлек лейер береміз. Жаңа көліктер фичасына бөлек лейер, сөйтіп автокредитке бөлек береміз. Сонда біздің жаңағы бір-біріне әсер ететін эксперименттердің мәселесін шешіп тастаймыз. Енді бакет нөмірін біз жаңа анықтадық, 2-ні табу үшін 2-ке бөлеміз, қалдығын қалаймыз. 3 болса 3, 840 болса, енді 840-қа бөле салмаймыз оны. Біз кішкене осы аудиторияға бөлуді тегістеу үшін былай user ID-ді аламыз, оны тұздаймыз. Сосын оның хэшін табамыз да, соны 840-қа бөліп қалдығын қараймыз. Жарайды, енді осын таптық. Ары қарай. Кішкене қорытынды, кішкене миларымыз алып қалсын. Біз бұл жерде не білдік? Жаңағы бакет деген не екен білдік, лейер деген не екен. Бакет саны неге 840 екен білдік. Сосын аудиторияны дұрыс бөлуді білдік, және бір-біріне әсер ететін эксперименттер. Енді айтпақшы, жаңағы тестіміз дәл қазір өтіп жатқан АБ тест. Кімде колеса бар, қазір кірсеңіздер болады. Любой объявление басасыз, сурет басасыз. Біреулеріңізде мына батырма шығады, біреулеріңізде түк шықпайды. Сонымен осы аудиторияны даже 2-ке бөлсе болады. Енді ары қарай талқылайтын жағдай ол бізде архитектура. Бұның бәрі қалай жасадық біз? Міне микросервисіміз бар, Неге микросервис? Өткен бізде 3 өнім бар. Колеса, автойлон және крыша. Оны әр қайсысында біз жасай берсек, ол дубль кода болып кетеді. Сонымен бір микросервис жасадық. Және де оны енді басқару керек. Басқару үшін бөлек админ панель жасадық. Ол жерде бөлек интерфейс шығарғанбыз. Бізде қосымшалар бар. Қосымшалар енді осы микросервиске келіп жүреді. Бірақ біздің бүкіл бизнес логикамыз колесада ол біздің бэкэндте жатыр. Сондықтан қосымшалар бэкэнд арқылы да осыған келіп жүрсе болады.
Енді сайттарымыз бізге микросервиске олар тікелей бармайды, олар тек бэкэнд арқылы барып жүреді. Жарайды, енді осының бәрін деректерін біз жинау керекпіз, аналитикаға. Ол үшін біз аламыз да қосымша микросервис сайттарды Data Warehouse деген жерге жібереміз. Ол ДВХ, кәдімгі ДВХ. Ол жерде жаңа аналитиктер нәтижелерін қарап, статистикасын санап отырады. Жарайды. Енді админ панельге көшсек, жаңағы layer, қабат дегендерді осы жерден көзбен көреміз. Мысалы, жаңағы layer қосу. Біздің мысалымыз қандай? Көлік тарихы, ол көлік тарихын атын енгіземіз. Қандай платформада болатынын көрсетеміз, одан кейін қосамыз. Енді эксперимент қосу. Жаңағы layer атауы деп тұр, сол жерде көлік тарихын көрсетеміз. Оның ішінде көрініп тұрса, бұл layer'де 840 бос пакет бар деп қойған. Енді оның астында біз оны топтарға бөлеміз. Жаңа бізде 2 топ бар емес пе? Соны 2-ке бөлгенде 420 пакет, әрқайсысы 420-дан көрсетеміз. Бақылау тобы, тестілеу тобы деп. Сосын басқа да оның параметрлері бар. iOS версиясы, Android версиясы. Оны көрсетсе, біз тек сол жаңа iOS, Android версиядан бастап осы фичамыз көрсе болады. Және де әрине қазақ тілі, орыс тілі деген қосымшаның тілін көрсетсе болады, тек қазақ аудиториясын немесе тек орыс аудиториясын. Сонымен бұның бәрін біз endpoinттар арқылы AB сервисінің өзіне жібереміз. Endpoinттардың бәрін талқылай берсек, ол көп болып кетеді, но басты endpoinттар layer құру үшін және эксперимент құру үшін. Жарайды. Енді деректер базасына көшсек. Деректер базасы. Бірінші біз жаңа layer'ды қостық. Ол layers деген осындай кестеге енгізіледі. Одан кейін біз эксперимент жазадық, ол эксперимент деген енгізіледі. Layer ID деген foreign keyмен, ол layers-мен байлап тастаймыз. Одан кейін топ қосу, жаңағы ABC деген тобымыз, ол groups деген кесте бар оған. Ол жерде buckets count деген жерге біз жаңағы 420 пакетті көрсетеміз, және де экспериментпен layer'ді тағы да байлап қоямыз. Енді бас кестеміз, бізге маңызды кестеміз, ол layer buckets деген кесте. Бұл жерде біз жаңағы 840 пакетіміз бар ба, соның бәрін осы жерге толтырамыз, енгіземіз. Сонда әр бакеттің, мына жерде бакет деген жерде ол нөмір болады да, бакеттің. Сонда ол қай топ екенін, қай эксперимент және қай layer екенін сол бакетпен білсе болады. Енді ол практикада қалай? Арман кіреді, ең басты endpoint бізде ол get active experiments. Ол микросервиске сұраныс жібереді, соңында ол мынандай жауап қайтарады. Мысалы, car history сервис деген жерде сен B тобындасың деп. Another experiment болса A тобында. Сонда ол жаңағы біздің кестемізге барып келеді. Мысалы, Арманның бакеті 151 болса, сол 151-мен ол қалған бәрін суырып алады ішінен. Енді айтпақшы біздің жаңағы көлік тарих сервисіміз не болды деп ойлайсыздар? Қай топ жеңді деп ойлайсыздар? А ма немесе Б ма соңында? Әрине Б, неге ол жеңді? Өйткені оның бір қызықты нәтижелері бар. Осын біткеннен кейін бізге қолданушылар көлік тарихын конверсиясын, жаңағы сатып алу конверсиясы өте көбейді. Адамдар өз машинасын, бір досының машинасын қарайшы деген сияқты. Одан кейін жақсы пікірлер әрине одан да көбейді. Сосын басты беттің басқа метрикалары бар. Бізде автокредит, жаңа авто деген, соларға бізге еш әсерін тигізген жоқ. Ол да жақсы. Сонымен біздің гипотезамыз өзін ақтады да, енді оның бәрін ереле жасап тастадық. Енді бұл сервисті айта берсек, бізде сервис жылдамдылығы деген бар. Мысалы, микросервис бізде деректер базасына мыңдаған сұраныстар жібереді. Онда мыңдаған сұраныстар жіберсе, негізі деректер базамыз қиналып қалады кішкене. Ол үшін біз не істейміз? Ол жерге кэш, кәдімгі кэш қосамыз, сонда ол кэшке барып жүреді да, датабейс рахаттанады. Енді бұны білдік. Енді сервистің, бұл айтпақшы, осы қосқаннан кейін, кэшті қосқаннан кейін біздің микросервистің орташа жауабы 25 миллисекундқа дейін. Ол керемет. Енді сервис төзімділігі бар. Күніне колесоға кіретін адам саны миллионға дейін. Соғытвастение миллионнан асады кішкене. Сонда бір адам кірген кезде шамамен бірден 100 реквест жіберіп отырады. Оның бәрін көбейтсек, біздің жаңағы request per seconds дегеніміз шексіздікке жетеді. Ол шексіздікке жетіп жатса, енді біздің сервистеріміз нашарланады, өздерін нашар сезінеді. Сонымен жаңағы схемамыз, біз деректер базасын кэштедік, енді қосымшалармен колеса бэкэнді микросервиске барып жүреді, жаңағы алу үшін. Бірақ оларды миллиондаған запростар жіберіп жатса, микросервисіміз құлайды. Ол үшін не істейміз?
почти кэш дедім бе? Реквест тым көп, әшейін кэш дейміз. Сонда бізде екі деңгейлі кэш болады. Бірінші кэш сервистің өзінде, екінші әр қосымшаның әлі колеса бэкэнд. Сонда жаңа қосымша ол бір рет барып келеді. Біздің эксперименттеріміз жиі ауыспайды. Сондықтан ол бір рет барып келеді да, Б екенін біліп алады да, сонымен TTL-ымыз 1 сағат деп қойып қоямыз. Сонымен біздің RPS-іміз орташасы 190. Ол да керемет. Енді осының бәрін істеу үшін біз технология қолданамыз. Бірінші, әрине, микросервистер жасау үшін біз Golang таңдаймыз. Неге әрине? Өйткені ол өте ыңғайлы, өте тез. Және де бізде колесада инфраструктурамыз осыған керемет дайындалып қойған. Жарайды, енді деректер базасы ScyllaDB. Неге ScyllaDB? Өйткені бізде ScyllaDB-мыз ол неше түрлі дата-центрде жатыр. Әр дата-центрдің өзінде бірнеше нодасы бар. Сонымен, ол тұрақтылық, төзімділік деген жағынан жақсы. Және осы жаңағы біз 25 миллисекунд, 190 RPS деген нәрсенің бәрін біз графан арқылы қарап отырамыз. Түсіп жатыр ма, өсіп жатыр ма деген. Сонда жаңағы кэшті ол біздің Redis. Негізі толығырақ осы технологиялар жайлы біздің колесада қалай екенін мен қазір талқылап айтпай қойын. Мына QR-ды бассаңыз, біздің жүргізуші Еламан Апушев былтыр колеса конфта осы туралы жақсылап тұрып жарты сағат бойы айтқан. Өте пайдалы баяндама. Сонымен, осымен баяндамам бітті деп айта алмаймын. Өйткені бізде тағы да бір жайт бар. Біз АБ-тест жасадық, жарайды. Ол керемет істеп тұр. Енді АБ-тестіміз жасап тұр, біз фичалар жасап жатырық, бәрі жақсы деп ойласақ, бірақ жаңағы бізде бөлу бар емес пе, екі топқа. Мысалы, 50-50 болып бөлсе, ол керемет жақсы істеп тұр. Ал біз 50-50 бөл деп, ол 55-45 қылып бөліп берсе, біз оны білемей қаламыз. Өйткені оның нәтижесі дұрыс емес болып шығады. Енді оны тексеру керек. Не істейміз тексеру үшін? Кім біледі? Мүмкін аналитиктер бар шығар бұл жерде. CRM деген нәрсе бар ол үшін. Бұл негізі оп-оңай нәрсе, бұл формуласы кәдімгі математикалық расчет, бәріміз білеміз, оның формуласынандай. Кәдімгі хи квадрат статистикасы бұл жерде деп айтып жатсаң, бірақ бұл өте қиын статистикалық формула. Бұл жерде ең маңыздысы бізге біліп алу. Ол осы формуланың нәтижесі бізде p-value деген болады. Ол жаңағы айырмашылықтың кездейсоқ шықты ма, немесе бір жерде жүйеде бір баг бар ма деген соны айтып отырады. P-value дегеніміз, сонда біз оны қалай тексереміз? Тәулігіне бір рет біз cron job іліп қоямыз. Ол жерде скрипт болады. Ол әр экспериментті осының p-value-ны санап шығады. Сол p-value 0,05, демек 5%-дан төмен болса, бізде бір мәселе бар жүйеде. Ол бізге телеграммен келеді, біздің аналитиктер қарайды, мына эксперимент дұрыс жұмыс істемей жатыр деп. Одан кейін біз жаңағы багты жөндей береміз. Сонымен біздің жүйеміз, жалпы осы АБ платформамыз дұрыс жұмыс істегеніне көз жеткіземіз. Енді платформалардың жалпы нәтижелері қандай? Біз жылына 100-ден астам эксперименттер жасайтын болдық. Одан кейін оның көптеген фичалары бізде продакшнға уже енгізілген. Сосын жаңа кросс-платформалы эксперименттер жасау оп-оңай болды. Және біз одан кейін күрделі фичалар жасау жаңа Google Optimize-ға қарағанда өте ыңғайлы болды. Және әрине компания қаражатын біз біраз үнемдеп тастадық. Енді бұл біткен жоқ, бұл тек қана АБ платформаның бірінші нұсқасы. Бізде болашақта қазір екінші нұсқасы дәл қазір жасап жатыр. Ол жерде біз не істейміз? Жаңа колеса кезетте кірген адам бізде типтарға бөлінеді. Біреулер дилер болуы мүмкін, біреулер жаңа жеке сатушы, біреулер жаңа көліктер дилері. Енді біз мысалы тек дилердің арасында жаңағы АБ-тест жасағымыз келсе, қазіргі жүйемен біз жасай алмай қаламыз оны. Сондықтан осындай фича жасағымыз келіп жатыр. Сосын causal inference деген тесттер жасау, ол қиын естілсе де негізі қысқаша былай. Мысалы жаңа аламызда АБ деген топқа бөлмейміз. Фичаны аламызда бүкіл Алматы қаласына жібере саламыз. Алматыға жібереміз, керемет. Нәтижесі жақсы болса, біз ойлаймыз. Шымкентке осын жіберсек, нәтижесі примерно осына жақсы болады деп. Сосын Астанаға да жібереміз, сөйтіп осы causal inference деп аталады. Және де әрине ол технологияны жақсартып отыру керекпіз. Жаңағы Scyllaдан біз енді Scyllaға
тағы да қоса MySQL қосып жатырмық. Неге? Өйткені біздің жаңағы сегменттерге бөлген кезде өте қиын join запростар керек. Оны енді Scala сәл қиналып қалады. Сонымен бізде параллельно екі Scala мен MySQL болатын болады.